Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Жансая. Бүгін біз осындай өте дәмді, өте керемет, ерекше кешкі ас дайындайтын боламыз. Міндетті түрде менімен бірге жасап көріңіздер. Менің арнамда осындай түрлі өте тәтті, дәмді тағамдардың рецепттері бар, және де апта сайын шығып отырады. Жіберіп алмас үшін подписаться кнопкасын басып қоюды ұмытпаңыздар. Ал бұл кешкі асты дайындау үшін біз ең алдымен тартылған етімізге ұсақталған пиязымызды, тұзымызды, бұрышымызды, бір жұмыртқамызды қосып, жақсылап тұрып, бір келкі масса пайда болғанша араластырып аламыз. Кейін араластырып алған фаршымызды арнайы осындай майлап алған ыдыстарымызға керекті мөлшеріне салып, жан-жағына мен 6 кесеге салдым. Сіздер кішкене фаршын көптеу қылып 5 кесеге ғана салсаңыздар болады. Фарштың кесенің размерімен бірдей қылып формалап аласыздар. Кейін фарштың үстіне салатын салмамызды дайындасақ, ол ең алдымен қызанақтарымызды төртбұрыштап турап аласыздар видеодағыдай, және де жұмыртқалы масса дайындаймыз. Жұмыртқалы массаны дайындау үшін 5 жұмыртқаға 100 грамм сүт және де шым-шым тұзыңызды салып, жақсылап тұрып араластырып аласыздар. Және осы араласқан массаны барлық фарштың үстіне бір келкі мөлшерде құйып шығасыздар. Кейін үстінен үккіштен өткізілген сырларымызды салып, духовкада 180 градуста 35-40 минут пісіріп аласыздар. Сіздердің духовкаларыңызға байланысты әртүрлі уақытта пісуі мүмкін. Сондықтан үнемі қарап отыруды да ұмытпаңыздар. Міне осындай өте керемет, өте ерекше кешкі ас дайын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын.